Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге сәбіз бен қызылшаның пайдасы туралы айтамын. Сәбіз адамның ағзасына өте пайдалы көкөніс. Сәбіз шикі күйінде дәмді. Сәбізде минералды заттар өте көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға болады. Сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үккіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Пайдалы қасиет сәбіздің шырынында да көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ аналар және бала емізетін аналар көбірек пайдаланғаны жөн. Бұл ересек адам күніне бір стакан сәбіз шырынын пайдаланса әбден жеткілікті. Қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өседі және қалыңдап жылтырай түседі. Қызылша бұлшық етті қатайтады. Сондықтан да қызылшаны пайдаланып жүріңіздер.